Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады бір сөзінде, банкрот деген кім дейді. Сонда бір кісі айтады: я Расулалла, банкрот деген бүкіл қаражатты, ақшаны тауып алып, сол ақшаны пайдасын көрмей, оның өзінің қарызын өтей алмай, еш нәрсесіз қалған адам дегенде, бірақ бұл дүниенікі ғой дейді. Әлбетте пайғамбарымыз және Алла тағала біледі дегенде, пайғамбарымыз айтады: банкрот деген бұл дүниенікі еш нәрсе емес. Алла амандығын берсе, бір нәрсе қылып шығарсыз ол тығырықтан. Бірақ нағыз банкрот дегеніміз қиямет күні болады. Қиямет қайымда бір адамдар барады, иығына тау сауап арқалап барады. Жұрттың бәрі қызғанады дейді оған. Мынау жәннатты қалай болса солай сатып алады ғой деп. Бірақ сол Алланың құзырына барған кезінде, Алланың құзырынан бір топ адамды табады дейді. Анау кісіге ренжіткен, анау кісіге қатты сөйлеген, өтірік айтқан, ғайбат қылған, ақысын жеген. Соның бәрінің ақысын беріп иығына тау күні арқалап дозаққа кіріп бара жатқанын көресіңдер сондай адамдың деген екен. Құдай содан сақтасын. Жасаған бүкіл құлшылық ибадатыңыз, тұтып атқан оразаңыз, оқып атқан намазыңызды Алла тағала ертең бетіңізге лақтырып жіберсе не істейсіз?